Баршаңызға сәлем. Қайырлы таң баршаңызға. Амирюктың әжесі каналына, яғни менің өмірім жайлы каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға қайырлы таң тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі күндеріңіз бүгін 7 май мереке. Азаматтарымыздың, отан қорғаушыларымыздың мерекесі бүгінгі. Баршаңыздың осы 7 май мерекесімен құттықтаймын. Баршаңыздың отбасыңызға амандық, саулық тілеймін. Алдыңыздағы азаматтарыңыз аман болсын, отан қорғаушыларымыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Тек баршаңыздың отбасыңызға тек амандық, саулық тілеймін. Бүгін бізде күн ашық болғанымен кішкене салқындығы бар. Енді далада отырмын, жаңағы лақтарыма келіп едім. Лақтарым мен қасымда отырып кетті. Енді бұларға мен сүт беріп атқаным жоқ. 1,5 ай бердім сүтті, кармелак алып бердім. Өзі зоомагазинде болатын смес бар екен, өзі осындай жетім лақтарға, қозыларға беретін. 1,5 ай мен соны бердім бұларға. Шүкір Аллаға, жақсы. Енді жем шөп жеп жүр. Енді бермейтін болдым оны. Бүгін бұйырса обедтен кейін Ақтауға жүреміз. Кеше айтқандай садақаға кетеміз. Бәріңіз менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Біз Ақтауға жолға шықтық. Жетібайға келдік қазір. Маңғыстауымыздың кең даласы қандай әдемі. Көшті ағаш болмаса да өзімізге әдемі Маңғыстауымыз. Келі Маңғыстау жері. Жетібай міне. Мұнайлы өлке. Садақаның дастарханын жайып жатыр келіндер. Кеше қонағасы болды, бүгін енді садақасы тағы. Қандай ағаш үй тігілді. Біреуге. Келіндер қызметте, міне, шүкір Аллаға. Садақаны саудық, Аллаға шүкір. Енді ауылға кетіп баратырмыз. Үлкен қайнағамыз Борнайдан келді, апасы. Келін мен қайынсіңліміз Тараздан келді бұларда. Шаршап келатыр бәрі. Ұйқысы келді. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем баршаңызға, қайырлы таң. Мен алдында айтқанымдай сіздерге тортты кесіп көрсетем деп едім. Бүгін 10 май, біз кеше келдік Ақтаудан. Келсек, уже торт кесіліп, желінген. Сосын енді бірінші кесіп көрсетейін деп едім. Енді сонда да көрсете берейін сіздерге. Міне менің советский тортым, міне сочный бисквит арасы дәмі деген өте күшті болды. Нағыз баяғы советский торт. Анда бисквит, мынау медовик. Бұны да кесіп желінген уже. Сосын кеше қонақтарға қойдық. Анда медовик міне. Жұмсақ қамыры. Арасында крем, пломбир өте күшті дәмі. Чүт кислинка дәмі бар. Кожалары жұмсақ. Өте күшті болды торт. Сіздер де жасап көріңіздер.
өкінбейсіңдер, сізде де күшті болып шығады деп ойлаймын. Енді біз қазір тағы алдында айтқанымдай, енді тағы садақаға кетеміз қазір. Бүгін ертең тағы садақа, сол жерде боламыз. Бұйырса, үйде қонақтарымыз бар, қазір қонақтармен бірге кетеміз. Менімен бірге болыңдар, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.